Казахстан Республикасының заңдылықтары мен Ана шала қазағың депутат болып жатқан кезде, партия құрып жатқан кезде мен оны қажерім кем, а? Нұршан сказал, Нұршан сделай. Рух пен мінез сынға түсетін заманда ерлеріміз осылай басын төмен салбыратып отыратын болса, қаймана қазақтың жағдайын кім ойламақ Нұршан аға? Міне, сайлауға қатысушы партияларды тіркеудің соңғы күніне де келіп жеттік. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, партия ашуға 17 командадан өтініш келіп түсіп, оны тек 20 мың. Сосын Қазақстанның әр аймағына 1000 адаммен сізге съезд өткізуіңіз керек. Съезде партия төрағасы сайланып, соның атынан толық құжаттар жиналады аға. О, шышы. Ең түсініп, редактың не үшін партия ашамай жүрген? Нұршан аға, менде бір идея бар. Қандай идея? Нышан Шанұлы, сіз партия ашып сайлауға қатысуға белді байладыңыз ба? Белді де байладым, төмен жақты да байлап қойдым. Қиын болмаса Нышан Шанұлының партиясының аты қалай аталмақ? Ұлы дала біздің партиямыздың аты. Дадан, қалай? Вот! Ха-ха, красава! Ну вот, я говорю. Вот пошел, депутат. Включай зверя, зверя включай! Ну где красивый танец? Ну, смотри, элементарно. Левая ягодица, правая ягодица. Кетчі, қатын сияқты мой. Клоун? Знаешь, ты знаешь, что он клоун. А я знаю. Вот она тоже знает. После интервью весь Атан пускай знает. Үлкен кісілердің сөзіне ерік етпейсіз ба? Еще вақта, Нышан сказал, Нышан сделай. Предатель. Бейшара. Посмотрим, кто победит. Ты чё, собака, лазь? Жену с ребенком могу купить! Понял? Теперь дошло до тебя? А? Ты чё? Депутат болып, мандатты алатын болсам, мен тек халық үшін, елім үшін, жастар үшін қызмет жасаймын. Не шекмес! На, күрсиді басыңа киіп ал!